Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? 8-ші сынып қазақ әдебиеті сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Олжас Сүлейменов «Қыз қуу» өлеңі. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттары: халық жазушысы Олжас Сүлейменов туралы оқушылардың таным, білім көкжиегін кеңейту, өлеңнің мазмұнын ұғындыру, өлеңдегі негізгі ойды түсіне білуге, ой қорытуға, бейнелі сөздерді таба білуге дамыту, оқушыларды ұлттық салт-дәстүрге тәрбиелеу. Оқушылар, өткен сабақта сендерге Олжас Сүлейменовтің өмірі мен шығармашылығы жайлы ізденіп келуге тапсырмалар берілген. Сендер үйден Олжас Сүлейменов туралы ізденіп келді деп ойлаймын. Сонымен оқушылар, Олжас Сүлейменов ғалым, жазушы, ойшыл, саясаткер, ақын, қоғам қайраткері екен. Ақынның қандай өлеңдері мен поэмалары, жинақтары бар? Біз үйден ізденіп келдік, бәріміз. Олжас Сүлейменовтің жалпы шығармашылығы туралы Арғымақтар, Нұрлы түндер, Мешін, Жылы деген жинақтары бар екен. Ғылыми зерттеу еңбегінің аты Азия. Ақынның әдеби сценарийі бойынша түсірілген кинофильмдер қандай? Бабалар жері, Көгілдір маршрут, Қыс, Қызылшаң мезгіл, Мұхтар Әуезов туралы сөз. Сонымен оқушылар, бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы Олжас Сүлейменовтың «Қыз қуу» өлеңімен танысамыз бүгін. Олжас Омарұлы Сүлейменов орыс тілді қазақ ақыны, тілтанушы, саясаткер, ядролық қару-жарақтарды жаппай қолдануға қарсы тұрушы, төтенше және өкілетті елші, Қазақстанның еңбек ері. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында Олжабай батырдың тікелей ұрпағы Омархан Сүлейменұлы мен Фатима Беделбаеваның отбасында дүниеге келген. Орта жүздің арғын тайпасы Сүйіндік руынан шыққан. Әкесі бірінші қазақ кавалериялық полкының офицері болған. Олжастың атын Абылай ханның атты әскерінің оң қанатын басқарған 7-ші атасы Олжабай батырдың құрметіне қойған. 1959 жылы Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің геология факультетін, кейін Максим Горький атындағы әдебиет институтын бітіреді. 1989 жылы 28 ақпанда Семей ядролық полигонында жер қойнауындағы сәтсіз аяқталған ядролық жарылыс салдарынан айналадағы ортаға радиоактивті газ шыққан туралы хабар жеткен соң Алматыдағы жазушылар үйі жанындағы қарсылық митингісі өтті. Ол халықаралық антиядролық Невада-Семей қозғалысының құрылуына түрткі болды. Оны әлемге танымал ақын әрі қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов басқарды. Балалар, ой қозғау сұрақтарына жауап береміз. Қандай ұлттық ойындарды білесіңдер? Қыз қуу дегеніміз не? Дескрипторы сұрақтарға жауап береді. Қыз қуу ойыны туралы өз ойларын ортаға салады. Оқушылар, сендердің жауаптарыңмен салыстырамыз. Қазақтың ұлттық ойындарына қыз қуу, көкпар, бәйге, соқыртеке, ақсүйек, алтыбақан жатады. Қыз қуу дегеніміз қазақ халқының өте көне ойындарының бірі. Ол республикамыздың халықтарының арасында кеңінен тараған ұлттық ат ойындарының бір түрі. Сонау ертеден келе жатқан спорт ойыны. Ертеде қыз қашар, қыз қуалар деп те аталған. Бұл жарыс өзінің түрі жағынан біздің заманымыздан бұрын қандай болса, қазір де сол күйінде қалған. Сол заманғы тәртіп бойынша жарыс жігіт пен оның қалыңдығы арасында өткізілген. Біздің заманымыздан бұрын 8-7 ғасырларда Қазақстанның территориясын жайлаған кейбір рулардың арасында осындай тәртіп болған. Қыз бен жігіт атқа мініп бірін-бірі қуады. Жігіт қызға жетсе, қыздың бетін сүйеді. Ал егер жігіт қызға жетпесе, қыз жігітті қамшымен ұрады. Қазақстанда алғашқы рет қыз қуу 1923 жылы өткізілген. Ойлан, ізден әдісін орындаймыз. Қыз қуу өлеңінен оқушылар өлең жолынан қыздың сөзін, жігіттің бейнесін құрастырасыңдар, және де жігітке байланысты мақал мәтелдер айтамыз.
Дескрипторы өлең жолынан қыздың сөзін табады, өлең жолынан жігіттің бейнесін құрастырады, өлең жолынан жігітке байланысты мақал-мәтел айтады. Балалар, дұрыс жарайсыңдар, жауаптарың өте тамаша. Өлең жолында қыздың сөзі: ей өр жігіт, ер жігіт, ей өр жігіт, өр жігіт, атыңа ерік бер жігіт, қуып жетіп көр жігіт, тұрып алмай именіп, қуып жет те сүй мені. Өлең жолынан жігіттің бейнесі: қайсар жігіт, бұлбұл, дүлдүл, кәусар, өр жігіт. Өлең жолынан жігітке байланысты мақал мәтелдер: өнерлі жігіт өрге озар, өнерсіз жігіт жер соғар, ақылсыз жігіт ауыздықсыз ат, жігіттің кеудесін көтергені ақылы жоқтығы, ер жігіт ел үшін туады, ел үшін өледі, жақсы қыз жағадағы құндыз, жақсы жігіт көктегі жұлдыз. Оқушылар, қыз қуу өлеңіне сатылай кешенді талдау жасаймыз. Авторы, тақырыбы, жанр түрі, идеясы, шумақ саны, тармақ, бунақ, буын саны, ұйқас, әдеби теориялық ұғымдарды табамыз. Дескрипторы: қыз қуу өлеңіне сатылай кешенді талдау жасайды, авторын, тақырыбын, жанрын жазады, шумағын, тармағын, бунақ, буын санын табады, әдеби теориялық ұғымдарға талдайды. Оқушылар, сендердің жауаптарыңмен дұрыс жауапты салыстырамыз. Авторы Олжас Сүлейменов, тақырыбы ұлттық дәстүрді асқақтату, жанр түрі поэзия, өлең, идеясы қазақ жігіттерінің қайсарлығын көрсету, шумақ саны 1, тармақ саны 24, бунақ саны 2, буын саны 3, 4, 5, 7, 8, ұйқас шұбыртпалы аралас ұйқас. Әдеби теориялық ұғымдар: анафара басында қайталану, көндім-ау нағыз ей. Эпифара соңында қайталану, жігіт, жігітті. Ассонанс тармақ соңында дауысты дыбыстардың қайталануы: ей ер жігіт, ей өр жігіт, өр жігіт. Аллитерация тармақ басында дауыссыз дыбыстардың қайталануы: нағыз кәусар жігітті, нағыз қайсар жігітті, нағыз бұлбұл жігітті, нағыз дүлдүл жігітті. Эпитет: өр жігіт, ер жігіт, боз өкпе, кәусар жігітті, қайсар жігітті, бұлбұл жігітті, дүлдүл жігітті. Оқушылар, бүгінгі сабақ бойынша кері байланысты толтырамыз. Егер тапсырманы толық түсінсеңіз, желкені жасыл түспен бояңыз. Егер сұрағыңыз болса, сары түспен бояңыз. Егер мүлдем түсінбесеңіз, қызыл түспен бояйсыз. Балалар, үй тапсырманы белгілеп аламыз. Ақын өлеңінен алған әсерім туралы ой толғау жазасыңдар. Қыз қуу өлеңін жатқа айтасыңдар. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.